мәссаған достар, біз миссияны бар ғой көп орындап отырмыз ше қазір. Енді мына Тревор Майклды ше отырысқа шақырып отыр, прикинь. Отырысқа. Ол отырыста не болады екен? Тревор может пышақтап тастай ма, өлтіріп тастай ма екен? Даланы қарашы, дала деген тұман болып кеткен ғой кәдімгідей. Бізге мынандай қара машинадан үшеу ұрлау керек. Үшеу ұрлап біткеннен кейін біз уже бұйырса ана порттағы миссияның бәрін аяқтайтын боламыз ғой достар. Ең бірінші отырысқа барайық. Отырысқа барғаннан кейін белгілі болады да, ары қарай че там, как там, не там болатындай бәріміз білетін боламыз ше. Мына Тревордың ойында не бар екен аңғаршы. Бізге керек машинаның бәрі осыны аяқта жүр ғой мында. Сары мен өтіп кетейік қазір тұрған жерінде. Қазір Майклмен не болады екен аяқта. Қазір бәріміз көретін боламыз. Мен де білмеймін. Майклды шақырып тұр. Мынау ғой дейме Майкл отқан. Осы ғой. Мен тұрген ғой Майкл. Майкл, че там отыр? Кеттік жүр. Қаяққа алып барамыз Майклдачы достар. Қайда алып барамыз? Нанды алып барайға. Ішіндегі сырын айтатын шығар. Кафе ма, ресторан ба, бір бәле ғой деме. Сол жердің біреусін алып барайық қазір. Сондан кейін Майклдан білетін боламыз не айтатынын. Все-таки өз досымен 10 жыл көріскен жоқ қой. 10 жыл. Йо-майо. Істеп жүр екен мен аңғаш, неше түрлі күшті машиналар жүр мұнда. Так, маяққа кеп тоқта дейді ғой бізге примерно. Қазір отыратын боламыз. Нау аяқ, не нау? Мен аңғарандар. Йо-майо, бар өліп тұрып ішкен ғой. Өліп тұрып мас қой. Мен үйіме алып барып тұрса дейді. Сен қай түрімен алып баран деп отырсың? Йо-майо, аңғырш. Тревор есін жи, Майклды үйге алып бару керек. Йо-майо, қазір. Йо-майо, аңғарандар. Йо-майо. Пьяный водитель несі ғой, стилі ғой деген. Қатты кет. Полиция қужу, полиция. Йо-майо. Полиция кетіп барады, полиция. Мәссаған. Йо-майо. Келдік па? Келдік қой деме. Чо там, мау қаяқтан. Мау не істей жүр? Йо-майо. Болды. Екінші ішпеймін деп отыр ғой Тревор. Надан кейінші. Аңғарандаршы, әлі есін жиған жоқ қой. Мәссаған достар. Әлі удай мас қой деген. Машинан қайда? Машинан науыш болды. Әлі утрезвитель алып бару керек қой. Утрезвитель. Есін әлі жиған жоқ қой аңғарандаршы. Достар. Алдавай отыр енді. Бірді сейғып. Нау деген енді страшный деді екен. Мұны есін жиі бастады ақындапшы. Болды, есін жиі алды. Йо-майо. Место для отхода деген примерно осындай нәрсе болады ау. Осын көрейікші қазір. Так, слишком много людей дейді мұнда. Ал енді қаяқ қалып барамайды енді. Ешкім көрмейтіндей, білмей қалатындай. Так. Достар, қайда алып барамыз айтыңдаршы. Өзім шатасып кеттімші. Такс. Мұнда мекен, может, аяқты көрейікші қазір.
Че там болып отырмын да 900 метр екен, тиіп тұресіз как раз. Может мына жаққа ма әйтеуір гараж ба бір пәлелер қою керек қой да машиналарды ше. Резко пиу етіп ала салатындай ше. Мынау сойындай бір жер болса зор болар еді бізге достар. Жақсы болады негізінде. Как көреміз енді. Солай ма екен, олай емес пе екен. Такс. Ай, жо, походу, мынау не заправка екен ғой мұнда сен. При желании қоя алмайсың ғой. При желании қоя алмайсың ғой мына жаққа. Ё-моё. Қайда қоямыз енді машиналарды? Достар, көмектесіп жібересіңдер ма? Әйтпесе мен уже адасып қалдым ше. Қайда, кімге, неге, не үшін деген сұрақта көбейіп кетті да қазір. Ой, достар. Ё-моё. Ау, не сап-сары значок. Онда не бар екен? Достар. Байқадыңдар ма сендер? Қазір сол жаққа барып көрейші, сап-сары значокқа. Мына жақта тұр ғой примерно. Қазір, мынаған қара күшті машина кетіп барады. Ё-моё. Ё-моё. Ана, сән машина кетіп барады ғой. Сап-сары значок немен ол? Что это означает? Қызық екен ол. Бір жет болып тұр еді андай қызыл. Мәссаған достар.